Ал енді сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сендермен жалпы 2-ші тоқсанда аламыз. Топқа бөлу үшін мен бүгін топқа бөлу үшін мынандай қалай бөлінеді, бұның мүмкіншілігі өте көп. Осы жерде генераторы групп дегенді қазір мен таңдап аламын. Генераторы групп дегенді таңдаймын да. Соның ішіндегі мен генератор группны топқа бөлу үшін мына жерге міне барамыз. Осы жерде міне алдын ала берілген тізімді біз өзімізге ыңғайлап алып тастаймыз. Содан кейін бүгінгі 7-ші А сыныбы менің тобым қатысып отыр. Осы топтың алдын ала мен оқушылардың аттарын жазып қойған болғам. Соны копировать етіп аламын да жәнегі платформаға қоямын. Осы платформаға бірінші топ мына жаққа келіп отырамыз. Бірінші топ спорт тобы. Келеміз. Және ары қарай екінші топ, міне екінші топты маған бөліп берді. Екінші топта Айзере, Жансая, Алихан, Батырхан, Осман. Екінші топ менде Excel топ болып отырады. Бұлай өз кетілі болсын. Бөліп алдық. Бұл платформаны негізінде біз тіркелмей-ақ қолдана беруге болатын. Жалпы бүгінгі сабақтың тақырыбы электрондық кестелер. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күн ретін жазып алайық. Бірінші бүгін балалар бізде 11 тақырыпты. Біздің оқушылар біз екінші сендермен қандай тақырыпты өттік? Кімнің есінде? Вор кестесіне көңіл күйіміз өте жақсы болу үшін бүгін мен сендерге жасанды интеллект қойылған орнымыздан тұрамыз. Қазір іс-әрекетті қайталайық. Қазір мен қоссамын, сергіту сәтін. Бәріміз екетті қайталаймыз. Іс-әрекетті қайталаймыз бәріміз. Осыма, неге көрсін? Қайталаймыз. Кетті. Келесі.